Дубль первый айтыңыз. Мен de айтам да, Түркиядан келді, маған Назарбай ағам болса үй берем деп әкелді. Берген үйі жоқ. Өмірзақұл Ахмет, мына көше қондының бастығы, Зоя деген қатын, бірақ та қазір енді о күндер өтті, Назарбайдың бер деген үйінде берген жоқ. Енді өзімнің шетелден тауып келген дүниемменен алған үйімді де тартып алайын деп отыр. Беретін пұлы үйге жетпейді. Бірден нәрсе бұзып тастам, қирап тастайым деп мынау әкім шелтиіп мені құртып жіберем дейді әнеки. Осы болып отырғаны. Анау күнге шейін жаңағы тас зауытта жаңа тас теріп отырған бүгін әкім болып, елдің қанын сорып отыр. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Жан айқайыңыз қол. Әгер де бұл ақылды болса, пәленбай жылдан бері тас зауытта қарауыл болмаса, бүгін келе салып болса, бұнша білімді елдің бәрін шулатып отыр, зарлатып отыр. Бергені болса үй түспейді әнеки. Дұрыс айтасыз. Жерде ала алмаймыз. Мен Түркиядан келдім, 3000 долларым жоқ еді Зоя деген қатынға. Маған үй жоқ. Абжанып деген нәшәні қамап қойды. Өмірзақұл Ахметпенен бірге. Зоя деген қатынға 3000 доллар бермегенсін, маған Назарбайдың бер деген үйінде берген жоқ маған. Берсін, елбасы көшеде қалсын деген жоқ бізді. Берсін үй. Өзімнің тапқан дүниемдағы үйімді де тартып алады, үй түспейді. Мына әкімшіліктің алдында менің үйім. Бір далада болса түзу. Золотой квадрат дейсіз ғой. Дұрыс бұл жан айқайы. Бізді атсын, өлтірсін, сосын алсын үйімізді. Қырсын жаңа өзенде қылдайып. Шамалар жетсе әліпбектердің. Назарбай аға есет, осы елдің халықтың шулағанын, мына далада қалғанын. Мынау әкімдеріңнің зорлығын, зомбылықтарын есет. Бізге көрсетіп атқан қорлықтарын естісін Назарбай. Я болмаса апарып қамататындарына қаматсын, бізді құртсын келген жағымызға. Жаннан тойдық мына Қазақстан осы бұндай болатын болса, үкіметіміз. Дұрыс. Айтыңыз жан айқайым, дұрыс. Елім жұртым дегенде жұртымызды да елімізді де қиратып құртамын деп атыр. Керек десең бір боқ мұрындар келіп болса, келген жағыңа кете бер. Қашқын сатқынның баласы деп маған сөйдеп тиісіп атырғандарың бар. Боқ мұрындар болса, отырып алған отырғышқа керең боқ мұрындар маған қашқын сатқынның балдары дейді. Өйтіп айтуға қақысы жоқ. Аты жөнін біліп аңыз сондай кезде, жазып аңыз. Білмен боққа тойған қороздай бірден кейеді айту. Дұрыс айтасыз. Естісін осыны елбасыны. Халқының жылап шулап атқанын естісін. Енді қазақша сондай